Дербес несие есебін алу қызметін алу үшін егов.кз порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға кеден және салықтар, экономика және қаржы бөлімін таңдаңыз. Дербес несие есебін алу қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Бірінші қадамда дербес несие есебін алуға келісім беру қажет. Қызмет мәртебесі парақшасында мәртебесін жаңарту батырмасын басыңыз. Әрі қарай төлем парақшасына өтіп, несие есебін алу үшін төлем жүргізу қажет. егов.кз порталында төлем құны 400 теңгені құрайды. Төлем жүргізу сәтті аяқталғаннан кейін 15 минут ішінде қызмет нәтижесімен таныса аласыз.